қадірменді көрермен, күнделікті бір-біріне ұқсамайтын түрлі жағдайлар, оқыс оқиғалар, құқық бұзушылықтар және өзге де полицияға келіп түскен хабарлар туралы айтамыз. Эфирде 102 ақпараттық шолу хабары. Әр апта сайын құқық бұзушылықтар туралы дәлме-дәл ақпарат береміз. Алдымен аңдатпа. Бір аптада 102 арнасына қанша хабарлама келіп түсті. 9 ай ішінде түнгі уақытта ата-ана қарауынсыз жүрген 5000-нан астам жасөспірімдер анықталды. Абаттандыру ережелерін сақтамағандарға қандай шара қолданылмақ? Қараусыз жайылып жүрген мал иесі жауапқа тартылды. Ішімдікке сылқия тойып, бөбегін қараусыз қалдырған әйелге қандай шара қолданылды? Жол қателіктерді кешірмейді. Патрульдік полицейлер ескерту акциясын өткізді. Бекіре 2024 жедел профилактикалық іс-шараның күзгі кезеңі өтуде. Аймақта жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық бақылауы күшейтілді. Полицейлер түнгі уақытта ата-ана қарауынсыз қоғамдық орындарда жүретін жасөспірімдерді анықтауда. Соңғы бір апта ішінде қаладағы компьютерлік ойын клубтарында түнгі уақытта заңды өкілінсіз жүрген 5 жасөспірім анықталды. Ата-аналары мен түнгі уақытта жасөспірімдерге қызмет көрсеткен кәсіпкерлік нысан жауапкершілікке тартылды. Ал жыл басталғалы 23:00-ден кейін ата-ана қарауынсыз жүрген 5130 жасөспірім анықталған. Таза табиғат, таза Қазақстан. Атырауда үйінің алдында тұрмыстық қалдықтарын жинамаған 8 тұрғын анықталды. Оларға Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 505 бабына сәйкес әкімшілік шара қолданылды. Алтауына ескерту жасалса, келесі 2 тұлға бұрын соңды ескерту берілген анықталды. Құқық бұзушылық бойынша шара қолданбаған қос азаматқа 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасады. Қараусыз жайылып жүрген мал иесі жауапқа тартылды. 46 жастағы мал иесі ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидатын бұзған. Оған қатысты аталған дерек бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Жыл басынан бері ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидаттарын бұзған дерегі бойынша 90-ға жуық әкімшілік хаттама толтырылды. Құрметті Атырау қаласының тұрғындары, көшелер мен автомобиль жолдарында малды қараусыз қалдырмаңыздар. Қараусыз жайылып жүрген мал жануарлары жол көлік оқиғаларына соқтыруы мүмкін. Атырауда патрульдік полиция батальонының қызметкерлері акция ұйымдастырды. Қала аумағында қайғылы апат салдарынан айқын көрінісі ретінде жол көлік оқиғасына ұшыраған автомобильдерді эвакуаторларға салып жүріп өтті. Мақсат көрген жүргізушілері мен жол қозғалысына қатысушылардың осындай қайғылы оқиғаның әрқайсысымен орын алу мүмкін екендігін түсінуіне ықпал етеді. Өйткені жүргізушілер үшін бүтін автокөліктердің орнындағы металл қирандысы барлық теориялық ескертулерден де айқын әрі дәлелді көрініс болар анық. Жол қателіктерді кешірмейді. Жол қауіпсіздігіне мұқият болайық. Атыраулық әйел ішімдікке салынып, сәбиін қараусыз қалдырған. Баланың тоқтаусыз жылаған дауысын естіп, көшеде кетіп бара жатқан тұрғындар полицейге хабар берген. Ішімдікке сылқия тойған әйел 3 жастағы бөбекке қарауға шамасы келмеген. Наркологиялық сараптамаға сәйкес оның орташа масаң күйде екендігі анықталып, аталған азаматша айықтыру орталығына жатқызылған. Қыз баласы сәбилер үйіне орналастырылды. Айта кету керек, азаматша ішкі істер органдарында жайсыз отбасы санатында есепте тұр. Қазіргі уақытта 1984 жылы туған азаматшаға қатысты Атырау қаласы әкімдігі жанындағы кәмелет жасқа толмаған құқық қорғау жөніндегі комиссиясы отырысында қарау туралы іс құжат жіберілді. Дәл осындай жыл басынан бері 10 құқық бұзушылық тіркелген. Облыс аумағында 10 қыркүйек 31 қазан аралығында Бекіре 2024 жедел профилактикалық іс-шарасының күзгі кезеңі өтуде. Балықтың заңсыз айналымымен байланысты 59 құқық бұзушылығы анықталып, 3 қылмысқа қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Құқық бұзушылық бойынша 2 автокөлік тәркіленіп, аулаға қойылып, 21 айғақ зат балық аулау құралдары алынды. 356 келі болатын заңсыз балық өнімдері және 270 келі бекіре балығы тәркіленіп, жайық бекіре өсіру зауытына тапсырылған.
Қалада толассыз көлік қозғалысы 7 күнде 748 құқық бұзушылық анықталған. Оның ішінде 28 ұялы телефон мен көлік басқарса, 107 қауіпсіздік белдігін тақпаған. Ал 12-сі жаяу жүргіншіге жол бермесе, 12 жүргізуші мас күйінде көлік басқарғаны анықталып отыр. Сондай-ақ олардың 6-ы құжаты жоқ күйінде көлік басқарғандар. Айта өтейік, заң бұзушылық бойынша 153 автокөлік арнайы автокөлік тұрағына қойылды. Тәртіп сақшылары жол ережесіне бағынып, жолда сақ болуға шақырады. Бір апта ішінде жедел басқару орталығы 102 арнасына түрлі сипаттағы 1910 хабарлама келіп түсті. Оның ішінде отбасылық жанжалдарға қатысты 76. Түнгі тыныштықты бұзғандар бойынша 63, абаттандыру қағидатын бұзып, қоқыс төккендер бойынша 3. Жол көлік оқиғасына қатысты 181 хабарлама тіркелсе, оның 3-і мас күйінде көлік жүргізді деген хабарлама келіп түскен. Құрметті көрермен, полицияға қылмыстар мен құқық бұзушылықтар туралы 102 байланыс нөмірінен бөлек App Store және Google Play жүйелерінің тегін жүктеп алуға болатын 102 мобильді қосымшасы арқылы да полицияға хабарласуға болатын қаперіңізге береміз. Ал полиция қызметкерлері өз кезегінде әрбір азаматқа көмек қолын созуға дайын. Бүгінге осы, келесі көріскенше сақ болып сау жүріңіз.